Сәлеметсіз бе көрермен, бұл ашық әңгіме. Алғашқы бала маусымында біз бала тәрбиесі және денсаулығы туралы сөйлесіп жүрміз. Егер сіздерге алдыңғы сұхбаттардың барлығы ұнап жатса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал бұл сұхбатта ең үздік пікір иесіне біздің арнайы сыйлығымыз бар. Қазақстандық арғымақ брендінен мен сіздерге арнайы сый-сияпат дайындап қойдым. Сіздермен бірге Арай Әлімхан. Ашық әңгіме. Бұл сұхбат бүгін өзгеше болмақ. Мұны өзгерген локациядан байқаған боларсыздар. Ең бастысы, менің қонағым медицина саласының аңыз адамы Абай Қабатайұлы Байгенжин. Абай мырза, сәлеметсіз бе? Рахмет. Шақырғандарыңызға сәлеметсіздер ме? Негізі біз сіздерге қонақ болып келіп тұрмыз. Бізге келдіңіздер, қош келдіңіздер деп айтамыз. Өйткені біздің балалар ауруханасына сіздің кәсібіңіздегі специалистер көп келе қоймайды. Өзімізді көп шақыра қоймаймыз. Өйткені бұл енді балалардың ауруы болғаннан кейін сосын көп жарияламаймыз өзіміз. Өтінішімді жерге қалдырмай шақырғаныңызға және өзіңіздің келгеніңізге көп рахмет. Енді мен сұхбатымызды бастамас бұрын сіздің барлық атақ дәрежелеріңізді тізіп шықсам бола ма? Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Еуропаның құрметті ғалымы, Еуропаның жаратылыстану ғылымдарының академиясының академигі, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы комитетінің президиум мүшесі, Жыл адамы сыйлығының лауреаты, Дүниежүзілік денсаулық сақтау саласының үздігі, Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігер атағы бар сізде. Негізі мен үшін бұл ерекше бір үлкен бір мүмкіндік. Осындай дәрежедегі, осындай атағы бар адаммен сұхбат жүргізу. Өйткені басқа енді дәл сізден мен ұлт саулығы, балалардың денсаулығы және ұрпақтың саламат туралы сөйлесе аламын деп ойлаймын. Сондықтан ең басты сұрағымды былай бастағым келіп тұр. Еліміздегі сіз ең беделді дәрігерсіз ғой. Сонымен қатар медицина саласында жарты ғасырға жуық қызмет етіп келе жатсыз, Жарты ғасырдан асты. 50 жылдан асып кетті. 1970 жылы бітіргем, қазір енді 54 жыл, 55 жылға кетті. Енді әрине мен сізден сұрағым келіп тұрғаның, енді медицинаның өткені мен бүгіні түсінікті. Болашағы қандай болады деп ойлайсыз? Біздің Қазақстанның медицинасының болашағы өте жақсы болады. Өйткені кейбір кездейсоқ жағдайларға қарамастан, жалпы денсаулық сақтау біздің енді саламыз өте дұрыс жолмен келе жатыр. Өйткені кезінде біраз материалдық ресурстарды денсаулық сақтау саласына жіберді. Соның арқасында қазір бізде білікті мамандар да бар, білімді мамандар да бар, білікті хирург дәрігерлер де бар. Сондықтан бүгін біздің Қазақстанның денсаулық сақтау саласы крейсерлік жолда деп айтуға болады ғой. Жас ұрпақ, Жас ұрпақ, олар дегені қазір бізден асып түсті. Қолдары алтын, бастары, милары өте жақсы жасайды. Сондықтан көп жерлерде қандай екенін білмеймін, бірақ біздің ұлттық ғылыми медициналық орталығында жалпы мен өзім өте қуаныштымын, бізде сондай дәрежедегі дәрігерлер істейтін. Олардың шамасы 35-40-тың ар жақ бер жағы. Барлығы жас дейсіз ғой, Біздің дәрігерлер айтады, біздің қолымыздан келмейтін нәрсе жоқ дейді. Олар көбінесе қазір барлығы сауатты. Ағылшын тілден жітік біледі. Дәрігерлердің барлығы солай, барлығы жітік біледі. Бұрын дегенің енді бірең-сарың ғана болды ғой. Мен өзім мысалы Алматыда оқығаннан кейін ағылшын тілін білдім. Бірақ енді менің қатарымдағы адамдар ол кезде ағылшын тілін білмеді. Ал қазіргі дәрігерлердің сол 99% сол ағылшын тілін біледі. Соның арқасында енді біздің медицина тілі енді халықаралық тілі ол ағылшын тіл. Соның арқасында білім де келеді, ғылым да келеді. Сондықтан олар қазір оның барын жітік біліп алды.
Абай мырза, енді қараңызшы, қазір айтады, медицина саласында өте үлкен өзгерістер болады дейді. Оған басты ықпал ететін ол жасанды интеллект деп жатыр. Мысалы, футуристер, енді болашақты болжайтын адамдар, ғалымдар, олардың айтуына қарағанда медицина саласында мынандай өзгерістер болады екен. Кейде өзің қазір біз чекап өтеміз ғой, жыл сайын тексерістер өтеміз. Сол чекапты өту үшін әр маманға бөлек-бөлек кіреміз. Ал болашақта кабиналар болады дейді. Соған кірген кезде адам бүкіл үстінен чекап жасалынып, содан шығады дейді. Мұндай өзгерістер болу мүмкін бе? Ал бұндай өзгерістер болып жатса, олар медицина саласының адамдарына, мысалы, медицинаға баратын адамдардың саны қысқартпай ма? Қанша жасанды интеллект десек та, профессионалды медицинаны білетін дәрігерлерден олар асып түсе алмайды. Өйткені қанша жақсы программалар болса да, бағдарламалар болса да, ол дәрігердің өзінің оқып меңгеріп алған өзінің білімдері бар. Соның арқасында дәрігердің қойған диагнозы, мен комиссияға сенем, жаңағы жасанды интеллекттен артық. Сосын жасанды интеллекттерді бастағанда адамның анализдарына сеніп қарап отырып жасайды ғой, өздерінің нелерін, үлгілерін. Сондықтан оның барлығы адамға байланысты. Қанша десек те ол болмайды оны. Өйткені әр адамның ағзасы әртүрлі ғой, Қазіргі Homo sapienстің жарыққа шыққанына енді көп бола қойған жоқ, бірақ енді соның арасында тәжірибе жиналды ғой, енді опыт дейміз оны, тәжірибе. Соның бәрі біріне бірі қосылып, қазір біздің біліміміз де әлде қашан артық. Бірақ енді көреміз, енді жаңағы искусственный интеллект дейміз, жасанды интеллекттардың қандай болатынын. Орысша айтқанда былай айтады ғой, врачевание деген бар деп, Есть внутреннее, понимаете, внутреннее мнение самого доктора. Он же складывается из многих моментов. Из опыта, его профессиональных знаний деген сияқты. Сондықтан енді көреміз, оның жасанды интеллекттер әлі шыққанша медицинада көп тарамайды. Енді маған бұл өте қызық тақырып болды, өйткені қазір жастардың арасында осындай жасанды интеллектке көп көңіл бөліп жатқан адамдар көп қой, өйткені медицина саласы қаншалықты өзгереді деп ойлап жүргем. Сондықтан тек сізден ғана сұрай алдым ол сұрақты. Сіздің ойыңызша болашақта ерекше көңіл бөлу керек? Біздің елімізде қайсы салаға бір акцент қою керек? Вот сізге бір өтірік айтайын, сіз енді өзіңіз түсінесіз. Мен осы жұмысымды бастаған кезде, совет кезінде 1977 жылы мені мынау Алматыда ең үлкен 1200 төсектік аурухана болды, больница скорой помощи деген. Сонда бас дәрігердің орынбасары болдым, жаңағы емдеу саласынан. Сол кезде біз енді Алматы қаласында күнара кезекші болып тұрдық, экстренный хирургия дейді ғой. Сол кездегі операциялар негізі аппендицит, сосын язва желудка дейміз, және холецистит, мінекей үш ауру болды. Сосын енді төртіншісі ол енді жұмысшылар зарплата алған кезде енді бірмен бірі төбелесіп, сонда андамызда жарақаттанады. Ал қазір сол аппендицит, асқазанның ауруы көп кездеспейді. Вот мысалы қазір содан міне қанша жыл, бір 40 жыл өтті, ол аурулар қазір өте сирек кездеседі. Бірақ сол қазір тамағымыз өзгерді ме, холецистит деген бар, оны әрине ол кездесіп отыр. Мынау аппендицитпен кровотечение желудка дейміз ғой, қанның асқазанның қанның ағуы. Олар аз кездеседі қазір. Бірақ қазіргі ең бастысы жүрек аурулары. Ол кезде жүрек аурулары жоқ. Біздің сол жас кезімізде мынау диабет деген ауруды біз естімейтінбізді. Сахарный диабет. Қазір деген сахарный диабет жаңағы күнделікті ауру болып кетті.
Сосын қазір айтайын дегенім мынау онкология. Біз қайда өте сирек кездесетін ауру деп жүретінбіз. Қазір дегенің күнделікті бұл енді онкология дегенің қазір екінші, үшінші орында жүр. Жалпы Қазақстанда соның барлық таратылуы. Осы салаларға көңіл бөлу керек 40 жылдың арасында соның барлығы өзгеріп кетті. Енді келесі 40 жылдан 30 жылдан кейін не болатынын біз білмейміз. Мысалы осында келгенде 2004 жылы біз жүрекке бірінші операцияны 2004 жылдың 7 сәуірінде жасадық. Сонда жыл сайын Қазақстанда 80 мың адам өлетін. Қазір деген ол енді 4 есе азайды, бірақ соның есесіне қазір өкпе аурулары көбейді. Бұрын қазір да енді әлі онша сол өкпе ауруларына біз өзіміз көңіл бөлмей келе жатырмыз. Өкпе аурулары қазір екінші орынға көшті. Сосын барып мынау экономикалық ақша жағынан көп расход жасаймыз сол өкпе ауруларына. Енді ертең қалай болатынын оның барлығы белгісіз. Бірақ олар көбейіп келе жатыр. Яғни әр заманда өзінің өзгерістер болып тұрады екен ғой медицина саласында. Оны айтып отырмын ғой. Енді жаңағы өзіңіз көрдіңіз өткен 2020 жылы коронавирус дейміз. Қаншама адам кетті? Қаншама адам кетті. Сондықтан оның барлығы өзгеріп тұратын заман. Сондықтан ертең қандай болатын белгісіз. Менің ойымша, әрине, мынау вирустық және бактериялық аурулар көбейетін сияқты. Ол жасанды болуы мүмкін. Қазір енді дәлелдеп жатыр ғой, мынау коронавирустың вирусы жасанды деп. Оған мен сенемін. Өйткені бірнеше ел, мысалы, алысқа бармай ақ қояйық, мынау Белоруссия, немесе Швеция, мынау Европа елдері. Олар өз елдерінде карантин объявлять еткен жоқ, карантин жасаған жоқ. Емдеріп, жаңа вакцина жасаған жоқ ауруларына. Соның арқасында қазір салыстырып отырсақ, олардың өлім проценті аз, аурулар да аз. Біз сонда қандай қатардамыз? Бұл белгісіз. Конечно, әрине біз қорыққанымыздан енді. Анда шаптық, білген жоқ қой бұны, қалай болады? Анда шаптық вирус, вакцина керек, мынандай вакцина керек. Соның арқасында біз Европаның вакциясын да келіп осында жасадық. Кейбіреулері Американың вакцияларында жасады. Соның арқасында енді біз мақтана алмаймыз, біз бүгін Қазақстан сол көрсеткіштер бойынша жақсы орындамыз деп. Бірақ алға жайлап келе жатырмыз. Енді медицина саласында да енді қатып қалған қағида жоқ қой. Осылай болу керек дегендей. Бұл барлығы өзгеріс арқылы жайлап келеді. Дұрыс айтасыз. Негізі осы біздің қоғамның салауатына келіп қалдық қой өзімізде. Қоғамның салауаты, біздің адамдардың, халықтың денсаулығы мықты болу үшін не істеу керек? Енді сіз ренжімеңіз, бірақ мен айтарым, біздің қазақстандықтардың медицина жағынан, санитарлық жағынан, мәдениет жағынан салауаты аз. Совет кезіндегі сол ақысыз емделет дегенге олар үйреніп шықты. Сондықтан мінекей қанша 30 жылдан асса да, олар сол жаңағы потребительский отношение дейміз ғой. Әрбір адам өз денсаулығына өзі жауапты болу керек. Бізде ондай жоқ. Деп жүре береді, әсіресе біздің қара көздер. Сосын ауырып қалсақ дәрігерге барамыз ғой деген. Ол уақытқа келгенше олар бір ауру емес, екеу, үшеуін жапсырып алады өзіне. Сондықтан оларды емдеу өте қиын. Жалпы бізде сіз айттыңыз ғой, жаңа бір КСРО кезінде, мысалы біз әбден ақысыз медицина үйреніп қалдық қой. Қазір де бізде медицина көбіне ақысыз, біз соған үйрендік, біз
бізді дәрігерлер өздері скринингтен өтіңіздер деп хабарласқанға үйреніп алдық. Одан кейін қолжетімді ғой біздің медицина. Егер ақш пен Еуропаның медицинасына көз аударатын болсақ, ол жақта мүлдем қолжетімсіз, бағалары өте қымбат. Мысалы, дұрыс айтасыз. турист болып барып бір жеріңді сындырып алсаң, құлақ қалсаң, бір нәрсе болып қалса, счеттің өзі 3 мың, 5 мың, 10 мың, 20 мың долларлап келе береді. Дұрыс айтасыз. Біз соны, біздің қоғам, біз кішкене осыны сезе алмайтын сияқтымыз. Бір қасиетін кетіріп алған сияқтымыз. Сіз соны сезесіз бе? Сезбек түгіл, біз күнделікті көріп жүрміз. Бізге келіп айқай жасайтын адамдар болып жатыр күнделікті. Мені тегін неге жатқызбайсыңдар деп. Қарап отырса, ол ана страховкасы жоқ көбінің. Қалай оларды жатқызамыз біз? Сондықтан мен айтар едім, біріншіден ол енді сіздердің көмектеріңіз бола ма бізге сол халыққа сол санитарлық мәдениетті көтеру керек. Әрбір адам өз денсаулығына өзі жауапты болу керек. Ол болмаса болмайды, қанша айтсаң да. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі жаңа фонд, біздің әлеуметтік жаңағы сақтандыру фондымыз, олар үйіп төгіп жатыр енді халыққа. Бірақ соның барлығы ысырап болып жатыр ғой енді. Өйткені мен өзім оларға талай рет айттым, бүкіл ауруларды алмаңдар. Тек қана бір санаулы ауруларды алып, сонымен қазір сапасын қаржыландыруын жақсартып, көбейтіп, біздің жұмысымыздың сапасын көтеруіміз керек. Сонда ғана біз мысалы қазір біраз елдерді жетіп аламыз деп. Біз бүкіл ауруға сол жауапты болғымыз келеді. Ақша да бергіміз келеді оларға. Ол дұрыс емес. Ең қымбат, ең бай елдердің бірі енді Америка Құрама Штаттары. Олар көп сол бір 15-20 ауруларды қадағалайды, профилактика жасамайды олар. Тек қана контроль жасап отырады, болды. Европада да көп елдердің сол программалары сондай, бағдарламалар. Сондықтан бізді барлығы ұрсады, әсіресе денсаулық сақтау министрлігі. Бірақ мен айтам, бір күні соның барлығын жауып тастап, бір 15-20 ауруды алып, соны қазір соларды емдеп, соларды ауруларымызды барлығын емдеп шығарып, бізде бүгін мынандай ауру уже жоқ деп жариялап, сосын басқасына көшуімізге болады. Денсаулықты дұрыстап қарау үшін, профилактика жасау үшін, жалпы адам өзі қалай өмір сүру керек? Біз қазір неше түрлі тамақты да жейміз, экологияда дегендей жағдайлар бар. Күні бойы тамақ жемей балалар әр нәрсені бір жеп жүреді дегендей. Оның барлығы әсер етеді ғой денсаулыққа, әрине. Әрине әсер етеді. Біз енді қазір бізде информация өте көп. Ол бір. Екіншісі, қазір бізде жоқ деген тамақтар бар. Енді бұрын естімейтін тамақтар, естімейтін жаңағы оңтүстіктен келген жеміс жидектер. Экзотикалық. Иә. Соның барлығын әрине олар жақсы ғой, бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек. Біз енді жерден жаралатқанымыз ғой бәріміз, адамзат. Топырақтан. Бірақ әрбір жердің топырағы әртүрлі. Мысалы, Қазақстанның топырағы басқаша. Африкаға салыстырғанда ол мүлде басқаша. Немесе Индияға салыстырғанда. Немесе Европаға. Сондықтан біз өз жерімізде өскен тағамды жеуіміз керек. Өйткені бұл адамға сіңімді және жағымды. Біз дегені қазір толып атырған диетаға көштік мінекей. Баяғы қазақтың мынау жүріп жүретін жағдайлары жоқ, атқа мінетін жағдайлары жоқ. Мәшинеге мінеміз де, сол күні бойы мінекей мәшинеде жүреміз, немесе жаңағы кабинетте еңбек етіп отырамыз. Күні егер сен сол 6 сағат отыратын болсаң, уже 30% ауру болып шығасың бір жылдың арасында.
мен ана жолы сізге айттым ғой, жалпы біз екі аяқты жануармыз. Сондықтан негізі егер біз тұра алатын болсақ, отырмауымыз керек. Егер жағдай болмай отыратын болсақ, жатпауымыз керек. Өйткені бір аптаға қазір көп эксперименттер жүргізілді ғой космонавтарға. Сонда бір аптаға жатқызып қойшы адамды көтермей. Ол ертең ауру болып шығады. Шынында да сол. Сондықтан біз екі аяқты жануар болғаннан кейін екі аяқпен көп жүруіміз керек. Бірақ қазір тағы айтады, 10.000 километр, 10.000 жаңағы қадам жүру керек дейді. Ол дұрыс емес. Әрбір адам өзінің ішінен біліп отырады, қанша оған қадам жүру керегін. Өзін қинамау керек дейсіз ғой. Қинамау керек. Егер кішкене ауыр болатын болса, тоқтату керек ондай нәрсені. Өйткені жоғары спорттармен айналысқан 100-ге келген адамдарды біреуінде көрген жоқпын. Ал мынау ше қазіргі бүкіл халық болып жүгіру, 40 километрге жүгіреді, өмірі жүгірмеген адамдар. Ол дұрыс емес, мүлде дұрыс емес. Бірақ енді әрбір адамның психологиясы әртүрлі. Біреуі жүгіргісі келеді, біреуі жүргісі келеді. Ал жалпы қазақ халыққа еріншек, көп жүрмейді. Енді байқадыңыз ба, мысалы жаңағы бір жиындарға барғанда, тойларға барғанда сағаттап отырамыз. Беремейді ғой, бір 5-6 сағат отырады ғой езіліп дастарханда. Ол дегенің енді қандай, неге жетеді? Ол бір күн жарайды, бір ай болар. Бірақ енді оның барлығы организмға, оның барлығы пайдасыз. Пайдасыз болғанда ертең ауру болып шығады. Абай мырза, ал сіздің өзіңіздің денсаулығыңызды қалай сақтайсыз? Сіз не жасайсыз? Мен енді жас кезімнен жұмысқа үйренгенмін. Мен 19 жасымнан бастап жұмыс істедім. Санитар болып істедім, сосын барып мен брат болып істедім сол кезде, сосын дәрігер болып істедім. Бірақ өмір бойы спорт тастаған жоқпын. Қыста, мен енді солтүстік Қазақстанда өскен жігітпін. Қыста шаңғы, жазда велосипед. Екеуінің де біраз жақсы нәтижелерім бар. Сосын Алматыға көшкеннен кейін Алматыда спортты жалғастырдым 10 жасымнан бастап. Сондықтан айтайын деген, мен өмір бойы, мысалы, мен хирургпын ғой, таңертең ерте баруым керек жұмысқа. Ол мен бастық болмай тұрған кезде солай баратын. Мен сағат 4-те тұрам, ылғи. 4-те тұрам, 5-ке дейін сол менің тағы бір нелерім бар. Жарты сағат отырып, брюшной пресс дейді ғой, мына пресс. Сонымен айналсам. Жарты сағат. Одан кейін тамақ ішіп, шай, мынау ішіп, операцияға баратын болғанда мен тамақ ішем, жақсы, үнемі жақсы тамақ ішем. Өйткені 4-5 сағат операцияда тұрасың, қарның ашпау керек. Ал мен қазір, мысалы, бассейнға барамда, бассейнда кем дегенде 30 минут жүзеймін. Тоқтаусыз жүзесіз? Тоқтаусыз. Жалпы уақыт болып тұрғанда сол 45 минутқа дейін жеткізем. Содан кейін жұмысқа келем, аптасына 2 рет менде сағат 7-те не бар, йога бар. Ол дыхательная гимнастика дейміз ол. Жай анандай йога емес, бір нәрсені майыстыру. Ал сол бүкіл ткандардың барын. Сосын сол таңертең келем, сол 7-ге 10-15 минут қалғанда мен орынбасарым екеуміз ең мынау күрделі ауруларды аралап шығамыз. Реанимация, бізде 3 реанимация бар. Жүрек реанимациясы, сосын жалпы реанимация, соларға барып, соларды күрделі аурулардың барлық жағдайларын біліп шығамыз. Сосын кешегі жасалған операцияларды, басқа палаталарға соларды кіріп аралап шығамыз. Содан кейін мен енді кішкене боспын. Одан кейін мен ертеңгі тамағымды ішем. 12:30-да екінші тамақ. Онда тек қана бірінші мен салат. Ақырғы тамағым сағат 4-те. Екінші ғана жеймін. 4-тен таңғы сол 8-ге дейін мен тамақ ішпеймін. Сосын айтады, 2 литрға дейін су ішу керек дейді. Ол да дұрыс емес. Қалай ішу керек? Ол өзіңнің жағдайыңа байланысты.
1 литр 1 метр 1 литр 200 1 литр жарымға дейін ол физиологиялық жағдай, ол дұрыс. Бірақ кейде мынау біз айтамыз орысша крайности дейді ғой, сондайға шалып қоюымыз керек. Бірақ ерінбеу керек, жүру керек. Әрбір адамның өзінің нелер бар, программалары бар ғой, сол бағдарламалары. Жоғарыда айтып өткен тақырыптарға қайтып келейікші. Біз қатерлі ісік аурулары туралы айтып қалдық, рак деп айтып қалдыңыз жаңа, иә. Қазақстандағы денсаулық сақтау саласындағы басты мәселелердің бірі менің ойымша қазір қатерлі ісік ауруларының жасарып бара жатқаны. О бір аурумен ауыратын қазір балалар өте көп. Үлкендерден бөлек балалар көп. Жасарып келе жатыр. Жасарып келе жатырғанда бұрында болатын жас балалар. Бірақ қазір соның барлығы көбейіп жатыр. Неге? Енді менің өзі енді қарапайым ойым, бірінші экологияның әсері ма? Әсері. Екіншісі, мынау енді біз генетика дейміз ғой. Әрбір адамның өзінің негізгі жаңағы құрастыру, из чего он состоит. Геннен құрылады ғой сол. Әрбір адамда 23 бар ген болады. Оның барлығы құрсақта соны құрастырады ғой. Соған байланысты. Ал жаңа әлгінде айтып кеттім ғой мен өзіңізге. Мынау туа келе ауру балалар. Мысалы, недоразвитие дейміз. Көп балалардың жаңағы бізде мысалы мына кардиохирургияда отырмыз. Жүректерінің жаңағы кемшіліктері. Ал жалпы сүйектердің кемшілігі бар. Асқазанның кемшіліктері бар. Жаңағы тамырының кемшіліктері бар. Соның барлығын осы дүниеге келгенде олар өзін өзі дұрысталмайды, өзінен өзі. Оған көмек жасауымыз керек. Оған күрделі операция жасау керек. Өйткені оның барлығы атрезия деп аталады. Ол жоқ жалпы. Мына құрсақта ол формироваться етілмеген. Сондықтан біздің жұмысымыз соны енді көмектесіп, осы дүниеге келген баланы осы дүниеде сақтап қалу. Түсініп отырсыз ғой. Ал жаңағы онкологияға келсек, онкология деген көбінесе біз қазір түсінігіміз бойынша ол вирусқа байланысты. Ол бір, екіншісі. Мынау әкесі мен шешесіне байланысты. Кейбір жағдайда қарап отырсақ, қазір әлі зерттеулер жүріп жатыр, бірақ сол мысалы бүкіл екі адамды алсақ, 46 бар ген ғой. Соның әйел жағынан 23 бар X хромосома дейміз, ал ер жағынан 22 пара жаңағы X хромосомада, бірақ бар XY хромосома дейміз. Ол бүкіл Y деген ол бүкіл жаңағы наследство, бүкіл менің беретіні сол Y хромосома, ерлерде болады ол. Сондықтан бұрынғы зерттеулермен қазіргіні салыстырып отырсақ, қазіргі ақырғы нәтиже бойынша көп сол аурулар ерлерден келеді. Ал әйелдер, олар тек қана матрица. Түсіндіңіз? Иә, түсіндім. Мысалы, еврейлер наследствоны жаңағы әйел арқылы жібереді. Оны доказать ету қалай қазақша? Иә, оны доказать ету невозможно. Болмайды, өйткені ол сондай негізгі мынау доминантный ген деп атаймыз, оны табуға невозможно әйелдерде. Тек қана әйелдерден келеді. Әйелден келеді. Ер адамдардан, Y хромосомадан. Соның барлығын нәтиже, соның барлығын ғалымдар соның барлығын доказать етті.